Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Кашкар мал базарындагы малдардын алып сатуулары кандай экенин билбейбиз. Туугандар, жылкы тартпайсыңбы дегендер Кашкар мал базарында бүгүн 2 эле жылкы чыгыпты. Өздөрү көрүп турасыздар. Ошолордун баасын биле кетели. Ооба канча деп атасыз? 26 миң деп атып, эркек. Калдатайбы? Ушул 26 миң деп атат. Анын мунун чериги бир эле ушул бар, башка жылкы жок экен. 70 миң тунаны бол. Бул кимден экенин билбейсиздерби? Бул сатылган окшойт, бул чекеге байлап коюптур. Башка жылкы жок. Туугандар, бул экинчи торпок экен. Торпогу азыркы торпогу эркек. Көрүп турасыздар, 8 литрден ашыгыраак сүтү бар. 55 миң сураптыр, бербептир. 60 миң сомдоп эси кармап турат. Бул торпок ургач өздөрү көрүп турган. Биринчи торпогу 50 миң сомдоп эси кармап турат экен. 43 миңге базар сурады, бербей айтам деп. Туугандар, бул үйдү торпогу аябай сон торпок, сүткө тоюптур. 50 миң сом айтат, базар 45 миңге сурады деп айтты ээси. 5 литр сүтү бар. Торпогу эркек, көрүп турасыздар, торпогу чоңдугуну. 45 миңге базар бербеп. Алчып кеткен үйдү 42 миң сомго алыптыр. Гаруу экен, ошого арзан. Торпогу канча? Сонар бул үйдү 50 миң сомдоп эси кармап турат. Торпогу эркек экен. Үчүнчү торпогу эркек. 8 литр сүтү бар үйдүн. Мен универсал. Сонар 47 миң сомго бербептир. Биз адашып келиппиз. 55 миң сом деп айтып аткен. 47 миңге бербедик дейт. Сонар бул үйдү экинчи торпогу экен. Торпогу эркек, 45 миң сом деп эси кармап турат. Канча литр сүт чыгат? Мен сиздерге өзү көрсөтө кетейин. 5 литр сүт чыкса жакшы чыккан болот экен. Бирок торпогу жакшы эле. Канча? Сонар бул үйдүн боло турган баасы 45 миң экен. 43 миңге бербедим деп айтат. Менин жеке оюм боюнча 43 миңге бул аябай сонун баа болгон. Туугандар, бул жерде эки үйдү кармап турат. Торпогун көрүп турса ургач экен. 47 миң сом кеми бар деп айтат. Базар 42 миң берди, берген жокпуз деди. Бул деле ошол, бул экинчи торпогу үйдүн. Торпок ургачы. Буга деле ошол эле баа бериптир, берген жокпуз деди. Буну 45 миң сом деп кармап турат. Бул үйдүн биринчи торпогу шеригинин экинчи торпогу экен. Туугандар, бул үйдүн үчүнчү торпогу экен. Торпок ургачы азыркы убакта 55 миң сом деп айтат. Үйдү мен айланып көрсөтө кетейин. Канча литр сүт чыгышы мүмкүн? 7 литр, 8 литр сүт чыгат. Туугандар, бул эки үйдү көрүп турасыздар, аябай чоң үйлер экен. Торпоктор да сонун. 135 миң сом берип атат. Эки үйгө бербей турат. Мына үйдүн 8 литр сүтү бар. Торпок ургач экен. Торпок эркек болгон аябай кымбат болот. Аябай сонун торпок, көрүп турасыздар. Ошонун шериги бул торпогун көрүп турасыздар. Эси эркек болгондо бул аябай кымбат болмок. Ургач экен торпогу. Бул өзү дагы чоң үй. Экөөнө 135 миң, аябай сонун болуп ойлойм. Бул үйлөр мага аябай жакты туугандар. Башка кетким келбей атат, бирок тарtыш керек башкаларды дагы. Туугандар, бул жалгыз мал 31 миң сомго баа болуп атат азыр.
Боз екен, ешқандай тұрпағы жоқ, жанында 10 литрге чейін сүті бар. Жақсы шыққанда көздерде көріп тұрасыздар. 31 мың сомға бал болды қазір. Туғандар, бұл аябай жас құнажым, бірінші тұрпағы екен, тұрпағы еркек 50 мың сом кемі бар деп айтады. 44 мыңға базар сұрады, бербей тамды. Туғандар, базарға егіз тұрпағылар ой шығыптыр, екотен еркек тұрпақтары. Мына 5-ші тұрпағы деп айтады, егіз тұрпақтары. 75 мың сом. Туғандар, 65 мың 500 сомға бербей қойдың айтты есе. Үйдің 10 литр сүті бар, егіз тұрпақтардың кеңірі баға тұрған сүті бар екен. Туғандар, аябай сон көрінеді екен, егіз тұрпағы мен ұйды. 65 мың 500 сомға бербедім, 75 мың сом деп қармап тұрам дейді. Туғандар, бұл ұйды 65 мың сом деп есі қармапты, тұрпағы еркек екен. 55 мыңға чейін сұрады, берген жоқпыз деп айтты. Қаншаншы тұрпағы десем, тұрпағын білмеймін, мен дағы сатып алып баққам ұймын деп айтты. Мына туғандар, ұйдың сүті көп, 10 литр ашық сүті бар. 10 литр ашық сүті бар екен. Туғандар, бұл мына жерде көріп тұрасыздар, бірінші тұрпағы еркек екен. Жоқ, ұрғанша екен, адашып кеттім кешесіздер. Бұл аябай чоң үй болғыдай. Бойы да биік екен, башқа ойларға салыстырмалы. Жаш болса да 58,5 мыңға бербеді. 65 мың сом деп қарап тұрады. 8 литр сүті бар. Артына қарағанда еле көріп тұрса, башқа малға салыстырмалы. Биік бойы. Туғандар, бұл дәле аябай чоң тұрпақ көріп тұрасыздар. Чоң бұнажын. Азыр боз екен, туған болса 3-ші тұрпағын туйды екен. 80 мың сом деп кетті. 72 мың сұрады шықты бербедім деп отыр. 72 мыңға қалар бербеп тұршы бойды. Аябай, бірақ сен біздегі бойдағы бүйік жоғыны екен. Туғандар, бұл жерде тоқылмал екен. Мүйізі жоқ. Тұрпағы ұрғаншы 3-ші тұрпағы деп айтады. 43 мыңға берген жоқпын деді. 50 мың сом деп қарап тұрады. Біз мүйізі бар ойларды көріп тұрғанымыз үшін мүйізі жоқ болса аябай қызықтай көрінеді екен. Бұл дәле жөнекөйлі мал, просто мүйізі жоқ. 7 литр, 8 литр сүті бар екен, үйдің өзіңізді көріп тұрасыздар. Туғандар, бұл жаңа бау жатқан, аз бау болып бүтпей кетіп қалды. 40 мың сом берішті бұл үйға. Бербеді, біз малыма тақтап кетеміз. Туғандар, тұрпағы ұрғанша 3-ші тұрпағы 5-6 литр сүті бар екен. 40 мың сомға жақшылы ойды ойлайым. Туғандар, бұл мына 39 мың 500 сомға базар сұрады, берген жоқпын деп айтты. Бірақ ондай шығыш өте қиын, кім бағылған болышым, базарды білмеген біреуі. Адамдар 30 мыңға сұрап атады, 39 мыңға біреу бағылып кетіптір. Бұл сүт емге тұрпақты 12 мың сомға сұрап бербей тұрады. Сүт емге тұрпақ 12 мың сом. Еркек екен. Расымы жоқ. Туғалар 48 мың сомға бау олды, 500 сом талаш алып жатты ұшыл бойдан. Бересің, сен бер оны. Айланер. Сізге қой. Мен қоймасың, алайырықта маған зарыншылығы жоқ. Маған зарыншылығы жоқ. Расым қиылмай барсың. Мен сом 10 тиын қошқынға сатып ал, ол болacak. Туғалар 48 мың сомға сатылды. Тұрпағы еркек екен, өйде көріп тұрасыздар. 8 литр сүті бар ойдың. Жақсы шыққанда 8 литр шығады, 5-6 литр сүтке гарантия. Бұл ойды 50 мың сом кемі бар деп айтты. Тұрпағы еркек екен, екінші тұрпағы. 5 литр сүті бар, жақсы шықса.
Мал тартып атам о. Сондар бул жерде сатып алынган малдар. Бул мен бул жерге келгеним себеби уйлардын сүтүнү көрүп карасаңыздар. Буларда аябай эле сүт көп чыгат. 10 литр ашыкса керек деп ойлойм. Мындан бул деле 10 литр ашык сүт болсо керек буларда. Бул деле ошол. Сондар бул уй сода болуп турган убагы торпого эркек экен. 41 000 сомго соғып атат. Бербей турат. Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Сизди 100% бонус күтүүдө. Регистрация болуп бүткөн соң пополнить счетту басабыз. Ал жака киргенден кийин Adix Money KJ'ге кирип туруп, OneXBet'ин официалдуу менеджери Анварга кайрылабыз. Сиздер мобильный Kiwi Элсом аркылуу толуктап ойносоңуздар болот. Ушул счетту көрсөтсөңүздөр сиздерге